Сәлем балалар, бүгін математика 24-ші сабақ 5-ші, 6-ші, 7-ші есептерді шығарамыз. 5-ші есептер құрастыр дейді. Бұл жерде бізде бағасы, саны және қанша теңгеден сон көрсетілген, сосларды пайдаланып біз есептер құрастыруымыз керек. Ендеше бірінші суретке қарайық. Бірінші суретте сағыздан 4-еу, 100 теңге және 9 теңгеден деп ақпараттар көрсетілген. Енді осыны пайдалана отырып есептер құрастырамыз. Ендеше болғаны 100 теңге сатып алынды 9 теңгеден 4 дана. Неге 4 дана? Себебі сағыздан 4-еу көрсетілген, сондықтан 4 дана деп жаздық. Енді қалды неше теңге, біз соны табуымыз керек. Ол үшін шешуі алдымен біз қанша теңгеге жалпы сатып алғанын білуіміз керек. Ол үшін біз 9 бен 4-ті көбейтеміз. 9 бен 4-ті көбейткен кезде бізде 36 теңге шықты. Бұл жалпы сатып алынған заттың бағасы. Енді қанша қалған білу үшін осы бар болған заттан сатып алынған затты алып тастаймыз. Яғни 100 азайту 36 тең 64. Сонда жауабы қалды бізде 64 теңге. Келесі болғаны 90 теңге сатып алынды 10 теңгеден 5 дана, себебі суретте 5-еу көрсетілген. Қалды қанша теңге, сон табуымыз керек. Шешуі бірінші шығарған есептегідей біз бағасы қанша теңге сатып алынды, жалпы сон табуымыз керек. Ол үшін 10 мен 5-ті көбейтеміз. 10-ды 5-ке көбейтсек 50 шығады. Енді қалғанын табу үшін 90 теңгеден 50 теңген азайтамыз. 90 теңгеден 50 теңген азайтсақ 40 теңге қалады. Жауабы қалды 40 теңге. Келесі үшінші есеп. Болғаны 60 теңге сатып алынды 7 теңгеден 5 дана. Себебі суретте 5-еу көрсетілген. Қалды сызықша сұрақ белгісі. Шешуі алдымен 7-ні 5-ке көбейтіп аламыз. 7-ні 5-ке көбейтсек 35 шығады. Содан кейін 60-тан 35-ті азайтамыз. 60-тан 35-ті азайтсақ 25 шығады. Сонда жауабы қалды 25 теңге. Келесі 6-шы есепте 25 мың азайту 5 мың қосу 12 мың. 25 мыңны 5 мыңды азайтсақ 20 мың, оған 12 мыңды қоссақ 32 мың шығады. 80 мың азайту жақшаның ішіне 35 мың азайту 30 мың. 35 мыңнан 30 мыңды азайтсақ 5 мың шығады. 80 мыңнан 5 мыңды азайтсақ 75 мың шығады. Келесі 20 мыңнан 16 мыңды азайтамыз, 4 мың шығады. 56 мыңға 4 мыңды қосақ 60 мың шығады. Келесі 5 мыңға 12 мыңды қоссақ 17 мың шығады. 25 мыңнан 17 мыңды азайтсақ 8 мың шығады. Келесі 80 мыңнан 35 мыңды азайтсақ 45 мың. 45 мыңнан 30 мыңды азайтсақ 15 мың шығады. Келесі 56 мыңға 20 мыңды қоссақ 76 мың шығады. 76 мыңнан 16 мыңды азайтсақ 60 мың шығады. Келесі 7-ші есеп. 8 бірдей тиынның біреуі жалған, бірақ ол басқасынан жеңіл. Ең аз өлшеу арқылы жалған тиынды қалай тауып алуға болады? Бізге таразы берген және тиындарды көрсеткен. Енді ең жеңілін біз қалай табамыз? Ең жеңілін табу үшін мына тұрған 8 тиынды 4-4-еуден 2 жаққа бөліп таразыға қойып аламыз. Сол кезде енді біреуі жеңіл деп тұр ғой. Егер бірдей қойғанда біреуі жеңіл болса, мына 4-еу ауырлауы төменге түседі, жеңілі жоғарыға көтеріледі. Сол жеңіл болған жағын біз алып аламыз. Мына жағын, мынаны ысырып тастаймыз, болды, бізге керек емес. Мына жағын алып аламыз. Осы алып алғаннан кейін, осы 4-еуін тағы да теңдей ғып 2-ге таразыға 2 жаққа салып қоямыз. Сол кезде дәл жаңағыдай ауыр жағы төменге түседі, жеңіл жағы жоғарыға көтеріледі. Себебі біреуі жеңіл болғандықтан бір жағы міндетті түрде жоғарыға көтеріледі. Сол кезде мына ауыр жағын алып тастаймыз, жеңіл болған жағын екеуін тағы да алып аламыз. Содан кейін қайтадан екеуін 2 жаққа таразыға қоямыз. Біреуі жалған жеңіл болғандықтан біреуі көтеріледі де, жаңағындай салмағы бар тиын төменге түседі. Соны алып тастаймыз, сонда мынау жеңіл жоғарыға көтерілгені
бізде жалған тиын болғанын біз сол кезде барып анықтаймыз. Мына сіздерге түсінікті болу үшін осылай мен сызып көрсетіп қойдым. Каналға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыз.